Көп жағдайда сұрап жатасыздар, баланың сөздік қорын қалай көбейтсем болады? Біз өткен пайдалы видеода сіздердің сөздік қорларыңызды қалай көбейту керектігін айттық. Естеріңізге сала кетейік, әдеби кітапты көбірек оқыңыздар дедім. Ал енді баланыкін қалай? Баланың сөздік қорын көбейту үшін, жақсарту үшін ең тиімдісі ол ертегі. Ертегіні әуелі өзіңіз айтып беріңіз, және де балаңыздан сұраңыз. Немесе оқи алатын болса, ертегі кітаптарды көбірек әперіңіз және сұраңыз. Балам, бұл ертегі кітапта не айтылған екен? Не туралы екен? Маған ертегі айтып берші. Яғни балаңызды сөйлеуге итермелеңіз. Өзіңіз сұрап алыңыз, уақыт бөліңіз. Сіз уақыт бөлмесеңіз, балаңыздың сөздік қорын көбейтуге жұмыс жасай алмайсыз. Және де екінші жолы, ол да тиімді жолдардың бірі, әдемі түрлі түсті кітап алып беріңіз, яғни суреттері көп, байытылған. Бірақ та ол жерде жазуларының аз болғанына назар аударыңыз. Болмаса тіпті жазу жоқ суреттер алып беріңіз. Және сұраңыз, мына суретте не баяндалған, маған айтып берші. Баланың қиялын кеңейтіңіз, қиялына шектеу қоймаңыз. Солай түрлі түсті суреттерді бала сізге баяндап беру арқылы өзінің сөздік қорын көбейтеді. Және де айтамын, баланың сөздік қорының көбейтуіне сіздің уақыт бөлуіңіз керек. Бұл да ең маңыздысы. Осы үшеуін бірге қосатын болсаңыз, балаңыз әдемі сөйлейтін болады.